оразаға келсеңіз, Аллах Тағала айтады: аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун. Қараңыздар. Ей иман келтіргендер, сендерге ораза парыз етілді. Сендер ең бірінші емессіңдер дейді, ораза парыз етіліп тұрған. Сендерге дейінгі үмметтерге де оразаны парыз қылғанбыз дейді. Міне енді сендердің кезектерің ғана келді. Сендерге де оразаны парыз қылдық. Мақсат не үшін деп сұрасақ, лааллакум таттақун, тақуалардан болуларың үшін дейді. Қараңыз, мақсаты қойылды да, тақуалардан болуларың үшін. Мақсатыңды түсін. Оразадан кейін сен мүлде басқа адам болып шығу керексің. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху бізге мысал айтады. Кімде-кім жаңағындай ораза ұстаған болса, وَمَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ. Кімде-кім жалған сөйлеуді доғармаса дейді, ораза кезінде. Сол бір естіп алған бір сөзді іске асыруды доғармаса, білімсіздік доғармаса, яғни білімсіз бір қылықты істеуін доғармаса, لا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. Алла Тағалаға істе қажет емес дейді, оның күні бойы тамақтан және судан тоқтағаны дейді. Қараңыз. Өйткені ең бірінші байланыс міне пайғамбарымыз айтып отқан. Жүректегі Алла Тағаладан абайлау сезімі. Бұл жүректің амалы. Абайлау деген нәрсе, Алла Тағаладан сақсыну деген нәрсе. Міне сондықтан біз түсінейік. Әрбір парыз етілген нәрсе не үшін парыз етілген? Әрбір тыйым салынған нәрсе не үшін тыйым салынған? Бізді осы тақуалыққа тәрбиелеу үшін.